Қосымшасы ұяң және үнді дауыссыздан басталған сөздерді анықтаңыз. Бірінші, ұяң және үнді дауыссыз дыбыстарды жазып алайық. Ұяң дауыссыздар дегеніміз әліпбидегі Б-дан З-ға дейінгі тұрған дауыссыз дыбыстар. Б, В, Г, Х, Д, Е, Ё бар, бірақ олар дауысты болғандықтан оларды жазбаймыз. Б, В, Г, Х, Д, Ж, З. Бұлар бізде ұяң дауыссыз дыбыстар. Енді астына үнді дауыссыз дыбыстарды жазып алайық. Үнді дауыссыз дыбыстар олар Р, Л, М, Н, И, У, Ң. Енді сұрағымызға көшейік. Қосымшасы ұяң және үнді дауыссыздан басталған сөздерді анықтаңыз. Бұл жерде біз мән беруіміз керек. Қосымшасы ұяң және үндіден басталу керек. Түбірдің өзі емес. А жауабына қараймыз. Бізде екі сөзден берілген әр жауапта екі сөзіміздің де қосымшасы ұяң және үнді дауыссыздан басталған болуы керек. Бірінші А жауабына бастап талдайық. А жауабында мезгіл, ақбөпе деген сөздер беріліпті. Мезгіл деген сөздің түбірінің өзі мезгіл. Бұл жерде қосымша жоқ. Сондықтан біз ол А жауабын талдамай бірден одан өтіп кете береміз. Келесі Б жауабы шығарманы және пайда. Шығарманы деген сөзде түбір мен қосымшалар бар, бірақ пайда деген сөзде бізде қосымша жоқ. Сондықтан біз Б жауабынан да өтіп кетеміз. Келесі С жауабы еңбегің шырайлы деген сөздер. Еңбегің сөзінің түбірі еңбек. Ң бізде тәуелдік жалғауы. Ң дегенде дауысты дыбыстан басталып тұр. Бізге сұрақтан нені сұрады? Ұяң не және үнді дауыссыздан басталған болуы керек. Сондықтан біз келесі сөзінде талқыламастан ол жауаптан да өтіп кетеміз. Келесі Д жауабы қуатты шүгерінің. Қуатты деген сөздің түбірі қуат. Т дегеніміз сөз тудырушы жұрнақ. Т деген бізде ол қатаң, мына дыбыстардың арасында жоқ. Сондықтан қосымшасы қатаңнан басталғандықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі сөзді талқылаудың қажеті жоқ. Е жауабы ғана қалды. Дұрысы Е. Енді осыны талдап көрейік. Батылдар сөзінің түбірі батыл. Дар дегеніміз көптік жалғауы. Д деген дыбыстан басталып тұр. Бұл бізде ұяң. Келесі сөз батырлар. Батырлар сөзінің түбірі батыр. Лар деген ол да көптік жалғауы. Жалғауымыздың өзі Л дыбысынан басталып тұр. Л ол бізде үнді. Дұрыс жауап сонда Е. Келесі сұрақ. Үнді мен ұяң дауыссыздар қатар тұрған сөзді анықтаңыз. Үнді дауыссыз дыбыстар дегеніміз салдырдан үні басым дыбыстар. Р, Л, М, Н, И, У, Ң. Осы дауыссыздарды біздер үнді дауыссыздары деп атаймыз. Ұяң дауыссыздар дегеніміз әліпбидегі Б-дан басталып З-ға дейінгі жалғасқан дауыссыз дыбыстарды айтамыз. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. А жауабынан бастап талдайық. Құрылыс сөзінде үнді мен ұяң дауыссыздар қатар тұрған болуы керек. Құрылыс сөзінде дауыссыздар қатар тұрған жерді кездестірмейміз. Қ дауыссыз, О дауысты, Р дауыссыз, дауысты. Дәл осылай дауысты мен дауыссыз кезек-кезек алмасып отыр. Сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. Бізге дауыссыздар қатар тұрған жері керек. Б жауабы кептеліс сөзінде. Кептелісте П және Т дыбыстары қатар келіп тұр. Бізде бірақ сұрақтан нені сұрады? Үнді мен ұяң дауыссыздар қатар тұрған жерді сұрап тұр. Сондықтан П мен Т қатаң болғандықтан ол да дұрыс жауап бола алмайды. Одан басқа дауыссыздар қатар келген жері жоқ. С жауабы мұражай сөзінде екі дауыссыз қатар келген жер бұл жерде де жоқ. Сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Келесі Д жауабы келбетті сөзінде. Келбетті сөзінде Л мен Б дыбыстары қатар келіпті. Енді осыларды қарап көрейік. Л бізде үнді дауыссыз дыбыс, Б дыбысы ол бізде ұяң дауыссыз дыбыс. Сонда үнді мен ұяң бір жерде қатар келіп тұр. Дұрыс жауабы Д. Е жауабында қарап көре салайық. Е жауабында Р мен Қ дыбыстары қатар келген жері бар екен. Дауыссыз дыбыстар қатар келген жер. Р үнді, бірақ Қ дыбысы қатаң болғандықтан бұл бізде дұрыс жауап бола алмайды.
Дұрыс жауабы Д. Орыс тілінен енген сөзге қосымшаның қате жалғанған түрін табыңыз. Шет тілінен енген сөздерге қазақ тілінің қосымшалары жалғануының өзіндік ерекшеліктері бар және өзінің ережелері бар. Біз А жауабынан бастап талдайық. А жауабында факстер деген сөз беріпті. Факстер сөзінің түбірі факс. Тер деген көптік жалғауы жалғанған. Енді бұл жерде мынандай ереже бар. Егер түбірдің соңғы дыбысы, шет тілінен енген сөздің соңғы дыбысы К, С дыбыстарына аяқталған болса, онда оған қосымшаның жіңішке түрі жалғанады деген. Бұл дұрыс жалғанған. Бізге сұрақта нені сұрады? Қосымшаның қате жалғанған түрін табуымыз керек. В жауабы полюстар сөзінде түбірі полюс, тар деген көптік жалғауы жалғанған. Бұл жерде бізде ереже бойынша, егер шет тілінен енген сөздің соңғы буынында ю дыбысы болатын болса, онда оған қосымшаның жіңішке түрі жалғану керек. Ал бұл жерде жуан түрін жалғанған. Бұл қосымшамыз бізде қате жалғанған, яғни дұрыс жауабы осы болады. Қосымшаның қате жалғанған түрі Б жауабы екен. Жетінші сұрақ. Бірінші буыны жіктеу есімдігі болатын сөзді табыңыз. Бірінші буыны жіктеу есімдігі. Түбірі жіктеу есімдігі болатын демеген, осы жерде қателестіріп алмаңыздар. Буыны, бірінші буыны жіктеу есімдігі болу керек. А жауабынан бастап біз 5 сөзді де буынға бөліп көрейік. Буынға қалай бөлінеді? Сенбеңіз сөзі буынға бөлінген кезде сен беңіз деп бөлінеді. Б жауабында оларды деген сөзіміз буынға бөлінген кезде оларды деп бөлінеді. Менікі сөзі менікі деп бөлінеді. Солу сөзі буынға бөлінген кезде солу. Әріп сөзі буынға бөлінген кезде әріп деп бөлінеді. Әріп сөзі буынға бөлінеді, бірақ тасмалданбайды. Енді қарап көрейік. Бірінші буыны жіктеу есімдігі болу керек дейді. Көп адам шатастырып жібереді. Мысалға, ол деген сөзді алып, бұл да жіктеу есімдігі ғой дейді. Жіктеу есімдіктері дегеніміз ол мен, сен, сыпайы түрі, сіз және ол. Және осылардың көпше түрі. Енді бірінші буыны мына жіктеу есімдігі болуы керек дейді. Бізде А жауабында сен деген сөзіміз шықты. Сен деген сөзіміз шықты. Дұрыс жауабы А. Қалған жауаптар бізде О деген есімдік жоқ, ме деген есімдік жоқ, со деген есімдік жоқ, ә деген есімдік жоқ. Дұрыс жауабы А. Келесі сұрақ. Бос орынға ұяң дауыссыздан басталып, қатаң дауыссызға аяқталған сөзді мағынасына сәйкес қойыңыз. Бұл сұрақта екі нәрсені сұрап тұр. Ұяң дауыссыздан басталып, қатаң дауыссызға аяқталған сөз бірінші бөлімінде сұралды, және сол сөзіміз сөйлемнің мағынасына сәйкес болуы керек екен. Мағынасына сәйкес болуы керек екен. Енді ұяң дауыссыздарды жазып қояйық. Ұяң дауыссыздар дегеніміз үнінен салдыры басым дыбыстарды айтамыз. Әліпбиде олар Б-дан бастап З-ға дейінгі тұрған дауыссыз дыбыстар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. А жауабынан бастап талдайық. А жауабында батырлық сөз берілген. Бұл бірінші бөлімі бойынша дұрыс жауап бола алады. Ұяңнан басталды, қатаңға аяқталды. Бізде де ұяңға басталып, қатаңға аяқталу керек. Бірақ енді ол мағына жағынан мына сөйлемге сәйкес келеді ме, соны қойып көрейік. Батырлық көрмеген ат қадірін білмейді. Батырлық пен ат қадіріне мағынасы жағынан бір-біріне сәйкес емес, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. В жауабын қарап көрейік. Қуаңшылық сөзінде, қуаңшылық басы да, соңы да Қ дыбысы болып тұр. Ол екеуі де қатаң болғандықтан бізде ол дұрыс жауап болмайды. Бізде дұрыс жауап болу үшін біріншісі ұяң, соңғысы қатаң дауыссыз дыбыс болуы керек. С жауабын қарап көрейік. С жауабында молшылық деген сөз. Молшылық М дыбысы бізде үнді, Қ қатаң. Үнді дыбыстан басталғандықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Бізде сөзіміз қандайдан басталу керек? Ұяң дауыссыз дыбыстан басталу керек. Сонда дұрыс жауап С да бола алмайды. Жоқшылық сөзін қарап көрейік. Жоқшылық сөзінде сөзіміз ұяң дауыссыздан басталды, Ж әрпінен қатаңға аяқталды. Бұл дұрыс жауап бола алу мүмкін. Енді бірақ оны мағынасымен сәйкестендіріп көрейік. Жоқшылық көрмеген ат қадірін білмейді.
жоқшылық пен ат қадірін білудің мағынасы жағынан бір-біріне ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Тек қана е жауабы қалды. Енді бұны қарап көрейік. Жаяушылық сөзінде бізде сұралғандай ұянға басталды, қатанға аяқталды. Енді мағынасын қарап көрейік. Жаяушылық көрмеген ат қадірін білмейді. Жаяу жүру мен атқа міну бір-біріне мағынасы жағынан бір-біріне сәйкес, бір-бірін толық ашып тұр. Сондықтан дұрыс жауабы е. Тасымалдана алатын, бірақ буынға дұрыс бөлінбеген сөзді анықтаңыз. Тасымал мен буынға бөлу екеуі екі бөлек. Тасымалымыз буынға негізделеді, буынымыз дауысты дыбысқа негізделеді. Барлық буынға бөлінген сөзіміз тасымалданады деп айта алмаймыз. Біз бірінші мына сөздерді өзіміз бірінші буынға бөліп алайық. А жауабында арқар, Б жауабында астық, С жауабында айқай, Д жауабында аман, Е жауабында атақ. Арқар сөзі буынға қалай бөлінеді? Буынға бөлінген кезде қар деп бөлінеді. Б жауабында астық сөзі тық болып бөлінеді. С жауабында айқай сөзі буынға бөлінген кезде қай деп бөлінеді. Д жауабында аман сөзі ман деп бөлінеді. Е жауабында атақ сөзі тақ деп бөлінеді. Сұрақта бізде тасымалдана алатын болуы керек. А жауабы мен Д жауабы мен Е жауабы жалғыз дауысты дыбыстан тұр, яғни жалаң буын деп айтамыз біз бұны. Жалаң буынды қазақ тілінде тасымалдауға болмайды. Сондықтан бұлар бізде тасымалданбайды. Бізде тасымалдана алатын болу керек. Д мен Е жауабы дұрыс жауап бола алмайды. Енді қалған үш жауаптан қарап көрейік. Тасымалдана алатын, бірақ буынға дұрыс бөлінбеген дейді. Арқар сөзі буынға дұрыс бөлінген, астық сөзі буынға дұрыс бөлінген. С жауабында айқай сөзі негізі буынға қалай бөліну керек екен? Қай деп бөліну керек. Ал бұл жерде бізде ай деп бөлінген. Дұрыс жауабы С. Негізі тасымалдауға болады, бірақ буынға дұрыс бөлініп тұрған жоқ осы жерде. Дұрыс жауабы С. Келесі сұрақ. Лұқман Хакім, Нұх пайғамбар туралы хикаялар қай кітапқа енгенін көрсетіңіз. Құттыбілік еңбегі Жүсіп Баласағұнның Құттыбілік еңбегінде мемлекетті дұрыс басқару туралы жазылған. Ол жерде Лұқман Хакім, Нұх пайғамбар туралы сөз етілмеген. Б жауабында Диуани лұғат ат-түрік, Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрік еңбегі. Бұл түркі тілдерінің сөздігі. Бұл жерде де пайғамбарлар туралы жазылмаған. С жауабы Қиссасул әнбия. Қиссасул әнбия бұл пайғамбарлар туралы қисса жинақ. Лұқман Хакім мен Нұх пайғамбар туралы хикаялар осы Қиссасул әнбия еңбегінде берілген. Д жауабын қарап көрейік. Оғызнама бұл Оғыз батыр туралы жазылған еңбек. Тоны көк, Е жауабында тоны көк, түрлі қағандардың кеңесшісі туралы қисса жинақ. Бұл жерде пайғамбарлар туралы жазылмаған. Лұқман Хакім мен Нұх пайғамбар туралы хикаялар Қиссасул әнбияда жазылды. Дұрыс жауабы С. Халық арасында қулығы мен айлакерлігі аңыз болған кейіпкерді көрсетіңіз. Енді бұны барлығымыз білетін шығармыз. Қулығы мен айлакерлігі. А жауабын қарап көрейік. Барлығын талдап көре салайық. А жауабы Қарашаш. Қарашаш бұл ақылды әйел бейнесінде кейіпкер. Қулығы мен аңыз болмаған. Бұл дұрыс жауап бола алмайды. Жиренше бұл аты әйгілі шешен. Жиренше, шешен деген сөз тіркес бірге қолданылады. С жауабы алдар көсе біз бұны білеміз. Халық арасында қулығы мен айлакерлігі аңыз болған кейіпкер. Дұрыс жауабы С. Д жауабы, Е жауабы хан уәзір. Бұлар ел басшысы ретінде, кеңесшісі ретінде суреттелетін кейіпкерлер. Дұрыс жауабы С. Ертарғын жырында Ақжүніс пен Тарғынды артынан қуып жетіп, Ақжүніспен тілдескен кейіпкерді көрсетіңіз. Ертарғын жырын есімізге түсірген болсақ, Ертарғын мен Ақжүністі артынан қуатын ол бізде А жауабынан бастап талдап көрейік. А жауабында Ертарғын дейді. Бізде сұрақтың өзінде Ертарғын мен Ақжүніс пен Тарғынды артынан қуатын дейді.
ер тарғын, тарғын мен ақжүністің өзін қуған жоқ. Бұл дұрыс жауап бола алмайды. Сұрақтың өзінде тарғын сұрап тұр. Б жауабында сыпыра жырау дейді. Сыпыра жырау тарғынның ашуына тоқтау айтқан Данагөй болып кейіпкерленеді. С жауабы сыпыра жырауда бола алмайды, оны қуып барған жоқ. С жауабы қарт қожақ дейді. Қарт қожақ осы Ақжүніс пен тарғынды артынан қуып жетіп Ақжүніспен тілдескен кейіпкер осы қарт қожақ, дұрысы С. Ақшахан, Ақжүніс деген кімдер? Д жауабындағы Ақшахан Ақжүністің әкесі. Бұл өзі қумайды, бірақ қуып жеткен жанға қызын өзі алсын деп әмір еткен осы Ақшахан еді. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды, бұл өзі қуған жоқ ол екеуін. Е жауабында Ақжүніс. Ақжүніс бұл өзі сол тарғынмен бірге кеткен. Бұл да қуған жоқ, дұрыс жауабы Е де бола алмайды. Дұрыс жауабы сонда С. Келесі сұрақ. Шешендік сөздің авторын көрсетіңіз. Үлкеннің алдында иіліп сөйле, кішінің алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді деп бізде кім айтқан еді? Шешендік сөздер туралы тарауда бұл айтылған, бөлтірік шешенге тиесілі жазылған. Дұрыс жауабы бөлтірік шешен. Келесі сұрақ. Үннен салдыры басым, даусыз дыбысы бар сөздерді көрсетіңіз. Үннен салдыры басым, даусыз дыбыстар дегеніміз ол ұяң даусыз дыбыстар. Ұяң даусыз дыбыстары олар Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. Бұл дыбыстар бізде ұяң даусыз дыбыстар деп аталып, үннен салдыры басым. Сұрақта үннен салдыры басым даусыз дыбысы бар сөзді табыңыз. Яғни осылардың біреуі қатысқан. Қарап көрейік. Тақпақ сөзінде мына дыбыстардың біреуі кездеседі ме? Тақпақ сөзінде барлығы қатаң, сондықтан бұл бола алмайды. Екінші жауап уайым сөзі. Уайым сөзінде де мына ұяң дауыссыздардың ешқайсысы кездеспейді. У да, қысқа И де, М дыбысы да бұлардың барлығы үнді, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Кесе сөзінде К, С бұл екеуі де қатаң дауыссыз дыбыс, бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Тұңғыш сөзін қарап көрейік. Тұңғыш сөзінде Г дыбысы кездеседі екен. Г дыбысы кездеседі екен. Дұрыс жауабы бола алады. Бесінші сөз рауан сөзінде. Рауан сөзінде Р, У, Н дыбыстары. Бұл үшеуі де үнді болып тұр, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Алтыншы сөз момын сөзі. Момын сөзінде М, Н дыбыстары. Бұл да үнді, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Жетінші сөз тозаң. Тозаң сөзінде З дыбысы берілген. Ұяңдардың ішінде З дыбысы берілген. Бұл бола алады. Келесі сөзді қарап көрейік. Сегізінші сөзде туысқан сөзінде. Туысқан сөзінде де ешқандай ұяң дауыссыз дыбыс жоқ, сондықтан бұл да дұрыс жауап болмайды. Дұрыс жауап бізде 4 пен 7. 4 пен 7 ол Е жауабында берілген. Дұрысы Е. Келесі сұрақ. Әдебиеттің тектеріне жататын жауаптарды белгілеңіз. Әдебиеттің тектері біздер білеміз 3-ке бөлінеді. Олар эпика, лирика, драма. Эпика 3-ші, лирика 5-ші, драма 7-ші. Енді бұл қай жауапта берілген? 3, 5, 7 Б жауабында. Дұрысы Б жауап. Енді қалған жауаптарды да көрейік. Айтыс не үшін бола алмайды? Себебі ол ауыз әдебиеті, толғау, жыраулық поэзия, сондықтан бола алмайды. Әдеби сын. Әдеби сын дегеніміз әдебиеттанудың саласы, ол әдебиеттің тектері емес. Әдебиет тарихы, бұл да әдебиеттанудың саласына жатады. Әдебиет теориясы 8-ші жауаптағы, бұл да әдебиеттанудың саласына жатады, ол тектеріне жатпайды. Сондықтан дұрыс жауабы Б. Келесі сұрақ. Күлтегін жырында аты аталған кейіпкерлерді көрсетіңіз. Күлтегін жырында қандай кейіпкерлер бар еді? Елтеріс қаған. Елтеріс қаған ол Күлтегіннің әкесі. Бұл бізде бар. Тоныкөк. Тоныкөк Күлтегін мен Білгеннің кеңесшісі. Бұл да бізде бар. Бұл кейіпкер. Бограхан дейді.
Буграхан бұл құтты біліктің кейіпкері, бұл жоқ күлтегін жырында. Оғыз қаған дастанында, күлтегін жырында емес. Ұлық түрік те Оғыз қаған дастанында. Алып ертұңға Шахнама дастанында, бұл күлтегін жырында емес. Қазанбек Қорқыт ата кітабының кейіпкері Дерсе қағанда сол Қорқыт ата кітабының кейіпкерлері. Бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Сонда дұрысы 1 мен 2, ол қай жерде беріліпті? Д жауабы. Дұрыс жауабы ел теріс қаған, тоны көк.